Бүгінгі мен сіздерге таныстыратын программам Sync-Link деп аталады. Кеше біз Learning Apps-пен, Wordful-мен, Flippity, онлайн топқа, жұпқа, командаларға бөлу, одан кейін жаңа тағы да сондай рандомдармен таныстық. Бүгін біз Sync-Link деген өте керемет қазіргі таңда. Байқауға қатыссаңыздар да, сабақ құрастырсаңыздар да, жоба қорғасаңыздар да, кез келген мақсатта қолдануға болатын бағдарлама. Бұл бағдарламаның сілтемесін жіберемін, және қалай жұмыс жасау керектігін мен сіздерге қазір бірден көрсетемін. Мына неге сілтемесін жіберемін. Google-ға sync-link.com деп жазасыздар. Сол кезде сіздерде мен өзім тіркелгендіктен бірден кіріп кетіп жатыр, иә? Сіздерде Start Now деген ағылшынша шығады. Сол батырманы басасыздар. Одан кейін бірнеше опрос болады. Жаңағыдай образование, жаңа қай пәннің мұғалімісіз деген сияқты. Қалай сабақ бересіз, онлайн ба, офлайн ба деген сияқты сұрақтар болады. Сол сұрақтарды жаңағы опросты жасайсыз. Одан кейін сіз осындай жаңа Sync-Link бағдарламасына тіркелесіз. Қазір поэтапна сіздер тіркеле алмай жатсаңыздар, мен чатта сіздерге кері байланыс беріп отырмын. Мына осылайынан терезе ашылады сіздерде. Бұл қандай программа екенін көрсету үшін мен қазір сіздерге жұмыстарымды көрсетіп жіберейін. Түрлі бағытта. Мына топқа біріктіру, осы Flippity-ді басқан кезде сіздердің жаңағы программаларыңыз ашылады. Енді бұны тағы да бір құпия жолы бар. Оны да көрсетіп жіберейін. Бұлай жазу жазбай, сіздер мына жерде мен үшінші, бірінші, екінші, үшінші тұр ғой. Осыны басып, осы жерге жаңа сілтемені қойсаңыздар, бірден түседі осылайынан. Жазу жазбай бірден сілтемені де осылай алып келіп түсіруге болады. Извините, иконку. Иконканы таңдаймыз, кез келген біреуін таңдай салайын. Готово. Көрдіңіздер ғой, иә? Бірден топқа біріктіруді бірден ашуға болады. Міне осылай бірден ашсаңыздар болады. Болмаса мынандай атауымен топқа біріктіру деп түсінікті болу үшін осылай да жазсаңыздар болады. Мына Flippity дегенді бассаңыздар, мына жақтан уже былайна полный экран болып шығады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай жасаңыздар. Алып топқа бөліп алдық. Жаңағы үй тапсырмасын сұрап алдық. Ары қарай қайтадан мен жаңағы дайындап қойған слайдтарымды алып келіп қоямын. Міне сабақтың тақырыбы, мақсаты деген. Сабақтың тақырыбы. Изменить иконку деп қайтадан бір иконканы таңдаймын. Түсін таңдаймын. Түсін бірдей қылсам да болады, әртүрлі қылсаңыздар да болады, ол өздеріңіздің шеберліктеріңізде. Келесі. Бір-екі рет жасасаңыздар қолдарыңыз үйреніп кетеді. Бірінші кезде бір ауыр болып көрініп тұрған шығар. Сіздерге өте керемет бұл программа. Үшіншісі, сабақтың мен мақсатын таныстырамын. Қайтадан иконка таңдаймын. Енді мен видео көрсетуім керек. Жаққа мен видеоны дайындап қойдым. Осылай тек қана YouTube-дағы видеоны сала аласыздар. YouTube-тан өзіңіздің сабағыңызға қатысты бір видеоны тауып аласыздар. Мына жерде поделиться дегенді бассаңыздар, сілтемесі шығады. Копировать дейміз. Одан кейін мына жерде міне бірінші, екінші, үшінші тұр ғой. Осы үшінші жерге, мына жерге сілтеме қоясыздар. YouTube-тың сілтемесін қоясыздар. Міне. Изменить иконку дейсіздер. Мына жерде иконкаларды қарасаңыздар, мына YouTube-тың несі шығады. Иконкасы шығады. Қайтадан біз немізді басамыз. Мына жерге жазу жазуға болады. Қалай текст қойға болады, соны сіздерге айтып жіберейін.
сабақтың тақырыбы мына жерге астына мақсаты десеңіздер, көрдіңіздер ме, мына заголовок деген кішкене андай не болып жазылады да, жирный болып, мына мақсат описание уже жіңішке әріппен жазылады. Мақсаты деп ар шетінде мақсаттарын жазып қойсаңыздар болады. Міне. Текст қалай жазу керек? Егер сіз ана дайын презентация қолданбаймын, мен тек қана осы программада жазамын, сілтемелерді қоямын десеңіздер, осы программада да бірден жазсаңыздар болады. Осы жерге міне осының қасына суреттеу қосуға болады. Мысалы, мен примерно мына суретті аласың. Осылайынан суретте қоссаңыздар болады. Аудио қоссаңыздар болады. Мысалы, загрузить аудио дегенді басып тұрып. Қайырлы күн, құрметті әріптестер деп қайтадан жазсаңыздар, сіздердің дауыстарыңыз осы жерге тұрып. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Көрдіңіздер ғой, иә? Оны біз көбіне тыңдалымда не таппай атамыз ғой? Қалай тыңдатамыз деген сияқты. Осылай өздеріңіздің дауыстарыңызды бірден жазып, тыңдалым жазсаңыздар болатын. Удалить аудио деп удалить етіп тастайын аудионы. Және сіздің бұл жасағаныңыз ұнамай қалса, удалить тек деп өшіріп тастайсыздар. Яғни, бұл программада міне текст қоса аласыздар, сілтеме қосасыздар, сурет қосасыздар, аудио қосасыздар. Енді алдын ала сіздер жоспарлап аласыздар ғой, не қосамын мен? Может, сізге аудио қажет емес шығар. Мүмкін сізге сілтеме қажет емес шығар. Барлық сілтемені оқиды. Сілтемені осы жерге қоясыздар. Және тағы да не қосамыз мен қазір? В основном осы біріншісімен жұмыс жасайсыздар ғой, бірінші тереземен. Мына үшінші тереземен сілтемелерді бірден ашу үшін үшінші сілтемемен жұмыс жасайсыздар. Қалған сілтемелер бізге аса қажет емес. Так. Міне мен сабағымыздың осылайына суреттерін барлығын қойып шығамыз, сонда біздің сабағымыз толығымен бітеді. Мына бір тоқтығын қосасылам. Міне, изменить иконку. Иконка таңдап отырасыздар. Біреуін таңдай салайын. Готово деген батырманы басамыз. Бізде қазір уақыт бітіп қалса, Learnings деген одан кейін тағы бір программа бар, ол менде YouTube-та жазылған дайын видео сабақ. Оны қосымша сіздерге жіберемін. Олар аса қиын емес, бізге осы синклинг кішкене ауырлау. Енді мынаны барлығын өзгерте бересіз. Қай жаққа барып қойсаңыз да, ол сіздің шеберлігіңізде. Мына иконкалар өзгере береді. Енді мына жерден настройка деген тұр ғой. Настройка дегенді басып, цветовая схема дегенді басып, мына жерде цвет текста деп тұр ғой. Бұл не үшін керек бізге? Тексттің цветін өзгертсеңіздер болады. Мысалы, мына көкті таңдап, мына готово десеңіздер, сіздер жа текст жазасыздар ғой. Мына готово. Сол кезде тексттеріңіздің цветі қара емес, жаңағы түрлі қандай цвет ұнайды, сол цветке ауыстырып алсаңыздар болады. Мысалы, мен барлығын жасап біттім. Сабағымның бір құрылымы дайын болды. Мына барлығын біткеннен кейін готово деген батырманы басамын. Міне менің бір сабағым дайын болды. Егер бір нәрсе ұнамай қалса, менде өзгерту керек болса, қайтадан қаламды басамын да, алатын алып, салатын салып, қайтадан жөндей беремін. Қайтадан готово деген батырманы басамын. Енді бұл сіздің сабағыңызды барлығы көру үшін көзді басасыздар. Және общественный деген батырманы басасыздар. Сохранить. Осыны ұмытып кетпеңіздер. Енді мына үшінші переименовать. Сабағымыздың атын жазуымыз керек. Сохранить. Мына. Мына жерде не менде? Басқаша сақталып қалды. Болды. Сіздердің жұмыс жасайтындарыңыз осы карандаш, көз, атауын өзгертесіздер. Енді доля дегенді басасыздар.
Бұл поделиться деген сөз міне. Доля, поделиться ссылкой, міне ортаңғы батырманы басасыздар. Мына жерде көрдіңіздер ғой. Қысқа ғана сілтеме жасап береді. Копировать дейсіздер. Одан кейін өзіме қажет деген группаға салып отырыңыздар. Болмаса, сіздердің жұмыстарыңыздың барлығы осы жерде сақталып отырады. Осы синклинкке бір кіріп алсаңыздар, жұмыстарыңыздың барлығы осы жерде сақталып тұрады. Сіздердің топтарыңызға апай, мынаны бана біздің группаға жіберіңізші, сіз жасаған қазір нәрсеңізді. Біздің группа бар ғой. Соған жіберіңіз, көрейік сол жерде. Иә, мен қазір сол жіберейін деп отырмын. Так. Міне осылайынан сілтемесін жібересіздер. Одан сілтемені қойғаннан кейін кішкене күтсеңіздер, осылайынан шығады. Міне жібердім. Және мен жасап болдым ғой міне. Қайтадан шығамын. Бұл менде жаңағы немде программамда міне жабамын, сақталып тұр. Мен жұмыстарым барлығы сақталып тұр. Қазір тәрбие сағатын көрсетейін. Тәрбие сағатында жасауға болады. Бізде мысалы мектепте береді ғой тәрбие сағаттарын. Бұл тұңғыш президент күні деген не екен ғой, сабақ екен ғой. Қай жерде жаңа тәрбие сағаты? Міне. Осылайына жаңа сурет қоюға болады деп көрсеттім ғой сіздерге, міне. Настройкада несін цветін ауыстырып аласыздар да, қасына осылай сурет қосуға болады. Міне. Мақсаты. Wordты осылайына түсірсеңіздер болады, целый текст, сурет қоспай, целый текст қоссаңыздар да болады. Міне өмірбаян деп тұр ғой. Міне целый текст. Енді бұл жерде мен сіздерге жаңағы бір көрсетіп жіберетінім мына жерде. Суретті көріңіздер ғой, бірнеше суретті осылайынан қосуға болады. Елбасының отбасы деген. Міне мына жерде темалар қалай өзгерттік? Бұл жерде мынаны көрсеттім ғой, change дегенді. Осы жерден мен мынаны таңдадым. Көрдіңіздер ғой, осыны таңдадым. Осыны таңдаған кезде осылай түседі. Сіздердің темаларыңыз осылай ауысады. Бұлай ауыстырсақ болады міне. Мына жерге описание дегенге мен мынаны бәрін қостым. Көрдіңіздер ғой, описание деген жерге Word-тан әкелдім де копировать етіп қоя салдым міне. Міне осылай түседі. Міне. Мынаны да осы жерден өзгерте бересіздер, міне мынаны. Бұлай өзгертсеңіздер осылай болады. Бұлай өзгертсеңіздер осылай түседі. Темаларды өзгерте бересіздер осылайына. Мен осылай өзгерттім. Артында тудың суреті тұрады да, бұлай бетінде текст тұрады. Енді сіздердің жаңағы шеберліктеріңізге байланысты ғой, түрлі өзгерте бересіздер. Оқушылардың суреті тұңғыш президент күнінде тәрбие сағатын өттік, осы программаға салып қойдым. Одан кейін мені готово дейміз. Болды, жабамыз. Мені көріңіздер, қанша жұмыс жасауға болады. Түлкібас ауданының бір бізде жас маман неге барып, Түлкібас мектебінде облыстық жарысқа қатысты. Осы программамен орын алып келді облыстан. Әр қайсысын ашқан кезде Түлкібас ауданының топонимикалық атаулар деген ба тақырыпта барды. Әр кнопкасын ашқан кезде әр елді мекеннің жаңа тарихы шығады. Көріңіздер ғой, түрлі мақсатта қолдануға болады. Енді бізде қазір уақыт жақындап қапты, біз Learnings деген неге сайтты қазір үлгергенімізше түсіндірем. Одан кейін тағы программа бар еді, екеуін. Уақыт бітіп қалса, дайын видеосын жіберем, сол бойынша жұмыс жасаңыздар. Мына Learnings деген өте керемет не.
Біз мысалы сабақтың үстінде видео көрсетеміз, е? Видео көрсетеміз да, оған нақты тапсырма бермейміз. Бұл программада қысқа ғана видео береміз, және арасында сұрақ қойып отырамыз, және тест құрастырып отырамыз. Мысалы, мына жерде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің кейін Мәскеу Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 13 наурызда қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген. Қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің кейін Мәскеудегі жоғары әдеби курсты бітірген. Жұлдыз Балдырған. Яғни мына жерге неге келген кезде, уақыттың аз қалғанына қараған тест түсіндіріп жатырмын. Мына сұрақ белгісіне келген кезде бұл автоматически тоқтайды. Сөйтеді да сұрақ шығады. Міне бір видеода, 2 минуттық видеода мен 5 сұрақ дайындадым. Осылайынан 3 топқа 3 сұрақ құрастырсаңыздар болады. Болмаса, арасында жиі осылай сұрақ құрастырсаңыздар болады. Сұраққа келген кезде видео автоматически тоқтайды. Мына жақта сізде мысалы не шығады? Қызмет атқарған. Тест құрастыруға болады. Қазақ әдебиетінде балалар әдебиетінің дамуына ерекше ықпал еткен жазушы. Бұл программада бір жауапты тест құрастыруға болады, көп жауапты тест құрастыруға болады, және ашық сұрақ құрастырсаңыздар болады. Егер тест құрастырсаңыздар, оқушыларға қайсысы қанша жауап, қалай жауап берді, бірден жаңағы несі шығып тұрады, результаты. Сұрақ қойсаңыздар, сұраққа оқушылар оның результаты көрсетілмейді, оны сіз сабақтың үстінде оқушының жаңа жауабын тыңдау арқылы бағалайсыз. Өте жақсы программа. Міне тоқтады. Соқпақбаевтың қандай шығармалары бар? Оқушылар тыңдап отыр ғой. Оқушылар жауаптарын жазады. Болмаса ауызша айтады. Егер телефон беріп қойсаңыздар, оқушылар жазады. Ал оқушылар ол кезде телефон ұстауға мүмкіндік болмаса, сіздер примерно осылай әріптер жазсаңыздар, бала жауап бере берсін ауызша. Ответить дегенді басасыз, видео ары қарай жалғасады. Сонда оқушы мына видеоға мұқият қарап отырады. Не айтылғандығын. Көбіне бізден оқушылар тыңдамайды ғой, әйтеуір ұзақ видеоны қойып қоямыз да, бір нақты сұрақ та бермейміз, видео бойынша. Тест құрастырсаңыздар жақсы.